Қайырлы күн қыздар, мен сіздерге бүгін осындай әдемі жастардың ортасына көрпелерге негізгі ою ретінде тігілетін құрақ түрін тігуді көрсетемін. Бұл өте оңай әрі жеңіл. Ең бірінші бізге осындай 36-36 мата және де ортасына тігілетін оюдың ойып, оны жабыстырып және де зигзагтап тігу жолы менің каналымда бар. Ал енді мен қазір артына флизелин материалы жоқ болғандықтан паутинка жабыстырып, астына тағы да астар жабыстыратын боламын. Бұл біздің құрағымыздың өзін ұстап тұру үшін және де әдемі көріну үшін, көрпеде қатты болып көріну үшін қажет. Келесі кезекте қызып тұрған үтікті дәл осылай ортасына қойып, жаймен жабыстырып аласыздар. Қатты түтемейсіздер, себебі ол жылжып кетуі мүмкін. Егер сіздерде флизелин материалы бар болса, онда негізгі матаны осындай жабыстырып қажеті жоқ. Флизелиннің өзі оюды әдемі қылып, қатты қылып ұстап тұрады. Қызып тұрған үтікті пармен де осылай үтіктеп аласыздар. Сонда біздің үш материалымыз жақсылап жабысады. Келесі кезекте мен осылай оюдың шетін әдемелеп өлшеп сызып алдым. Және де бізге керек 4×4 шаршы болатын кішкене сары маталар және де ені 2 см болатын, ұзындығын өздеріңіз білесіздер, осындай ленталар қажет. Ал мына оюды зигзагтап тігу менің каналымда бар, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді біз түгін теріс қаратамыз да лентамыздың теріс жағын қойып, қараңыздар, сызықтың бойымен тура тігіп шығамыз. Жалпы велюр матасы бірін-бірін қатты жылжытқан болғандықтан ақырындап немесе инемен түйреп алып тіксеңіздер жақсы шығады, жылжымай шығады. Енді біз бір лентамызды тігіп біттік. Дәл осы жерден артқа қарай бір тігіс жүргіземіз. Сонда біздің келесі тіккен кезде келесі лентамыз бір-бірін жылжытпай, ою өзін жақсы ұстап тұру үшін қажет болады. Келесі лентаны дәл осылай түгін төмен қаратасыздар. Теріс жағын қойып, сызықтың бойымен жаймен де басқыпай тігіп шығыңыздар. Әр қарай бұл өте оңай. Барлық жерін төрт бұрышты қылып, оюды қоршап тігіп шығасыздар. Енді осы оюларды оюдың, жабыстырудың матаға және де лентаны түзу қырқап, түзу сызудың жолы менің YouTube каналымда бар. Қыздар, менің каналымда түрлі тоқыма, тігін, құрақ және де басқа да лайфхактар жайлы бірнеше видеолар бар. Каналыма кіріп, плейлистті қарап, егер видеолар ұнаған болса, лайк басып, жақсы комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Енді сары матадан 4×4 болатын көздерімізді видеода көрсетілгендей бұрыш-бұрышын есептеп жақсылап қойып шығасыздар да, бұрыш-бұрышымен тігіп шығасыздар. Дәл осылай сары матаны төрт жағына да есеппен тігіп шығасыздар. Міне біз төрт жағына да сары детальдарымызды тігіп болдық. Енді мен тағы да бір рет жасыл лентамен қоршап шығуды ұйғардым. Ал сіздер соңына дейін жалғастырсаңыздар болады. Мен дәл осылай қалдырамын. Қараңыздар қыздар, жастықтарымыздың, көрпелеріміздің ортасына тігетін осындай керемет әдемі көрінетін деталіміз дайын. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Дана.